Алғаш 2021 жылы дебют жасап, бұдан кейін қатарынан 2 айқаста қатар қарсыластарына есе жіберген. Олимпет РБ 2022 премиясының ең үздік букмекері. Басты серіктестер Досым KZ және 5Q KZ. Хандар мен мырзалар, бізде келесі жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Қош жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы, оның кәсіби рекорды 4 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 180 сантиметр, салмағы 700-де 300. Ташкент қаласы, Өзбекстан, Амирхан Алиходжаев! Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды 3 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 186 сантиметр, салмағы 70-де 300 келі, Ақтөбе қаласы, Қазақстан, Санжар Тажиев! Рефери Манап Қабдиев. Рефери Манап Қабдиев, жекпе-жегіміз басталуға жақын. Тиісті нұсқаулардан кейін гонг-түңінен естиміз. Сол алғашқы 2021 жылы қатарына 2 сәтсіздігінен кейін Амирхан Алиходжаев қатарынан 3 айқасында жеңіске жетті. Және бүгін өз мансабындағы нағыз бір принципке тола, текетелеске тола айқасына, принципке толы қарсыласына сап келіп тұр. Алла Санжар Тажиев 2021 жылы дәл осылай Бауыржан Қуанышбаевтан 2 мәрте қатар ұтылған Бушидо Қазақстан жобасында. Одан кейін Азия лигасы аясында Витал Павловский 2 мәрте ұтты. Міне осылайша 2 жеңісінен кейін Санжар Тажиев бүгін кәсіпқой деңгейдегі 6 айқасына шығып отыр. Тажиев Алиходжаев. Ғалым мырза, енді бұл айқасты қандай бір мәнерде, қандай сценариймен өрбиді деген ойдасыз? Бұл енді екі жауынгердің ортасында Санжардың жекпе-жектері көріп жоқ. Өзбек жауынгерінің дене бітімі әбден мақта шауып, кетпен ұстап қолына қатып қалған көрінеді. Біздің Санжарда осал жігіттердің қатарынан емес, тартысыз жекпе-жек болады деген ойдан. Құдай қаласа бұл жерде біздің қазақтың қайсар, қайтпас мінезімен жеңіске жетеді деген үміттеміз Санжар бауырымыз. Бұл айқастың басында сценарий әртүрлі мүмкін. Алиходжаевтың қарымта қауіпті шабуылы қазір аяғында, қолында қатармен іске қосты. Тажиев ішкі лоу соққыларына көбінесе иек артуда. Алыс қашықтықтан Тажиев қолмен әзірге жұмсаған, қолмен бағыттаған соққылары сәтсіздеу шығуда. Тиісінше Алиходжаевтың орындауында тейкдаун. Бірден тұрып кетті Тажиев. Бермеу керек, тамаша. Шынтағын сәтті пайдалана алды Санжар. Өзбек жауынгері бақылаушы позициясында. Тіпті сәт келсе, қарсыласының арқасына өтіп кеткісі келеді. Егер үш раунд қоласатын болса, шындығында бұл жекпе-жек осы бір тік тұрып төбелесу әдісімен өтетін тәрізді. Күреске екеуінде икемі жоқ, бейімі жоқ. Бейімі бар, бірақ құласы жоқ. Санжар Тажиев. Және қараңыздар, Алиходжаев қалай лезде кеудесіне қонған қарсыласын. Мен сізге айтып отырмын, трактордың артына, қосының артына соққа тіркеп қойып жекір қанау деймін. Күші тек өп екен. Иә, тіпті лезде Тажиевтің тамаша жасаған осы бір әдісінен кейін кеудесінен асыра лақтыра салды қарсыласын. Алиходжаев толқындыру әдісінің шетін шығарғандай мына бұрын осында. Тажиевке сақтық керек. Иә, қол байлап алған қарсыласының мүмкіндік бермеу. Тажиевтің бар ойы және сытылып шыға келсе, айқаста тек тұрып төбелесіп тамаша Тажиевтің талпынысы марапатталды қазір. Азамат! Мынау қызық болыватыр, алма кезек домалап жатыр. Допша домалаған жауынгерлер тамашалап отыр, құрметті
телекөрермендер. Я, жаңа ғана Тажиев қарсыласының үстінде отырғанда еді енді Али Худжаев. Өзінің бар әлін байқап отыр. Шынтағын іске қосты. Қауіпті. Тажиев. Ауыр соққыларды өткізді. Тажиевтің жауырына жерге тиіп жатса да аяғымен. Тамаша аяқпен тепкен. Алдында қапа түсіп қалды. Өкшесі дәл тиді дейді ғой. Али Худжаевтың аптығын біраз басты. Тажиевтің осы бір аяқ асты жасаған соққысы. Сөзсіз мұна жекпе-жек кеш жекпе-жегіне тату тиіс. Бірінші раундтың аяқталуына қазір 40 секундқа жуық уақыт қалды. Худжаевтың ауыр соққыларды өткізіп алды Тажиев. Қайткенде де қорғаныс күшейту керек. Ал сәтті келсе тіпті тұрып кеткен абзал. Қанша дегенмен өзінің бұрышында жайғашымалық тәрізді. Тұру керек мына жерде. Санжарға. Жауынгердің айқайшуын көрдіңіз бе? Тағы да бір допша домалаған керемет. Бұрышында Жалғас Жұмағұлов жаншыра айғайлап тұрса қалай тұрмайсың? Тұрып қайта жығылып. Алма кезек. Тамаша жекпе-жек болды. Бұл екі жігітке де бірінші раундтың жалпы қорытындысы бойынша тік тұрып қол соғуға болады. Баспасөз кешінде бір-біріне бағыттаған, бір-біріне айтқан сөздерін қазір іс жүзінде дәлелдеп жатыр. Ғалым мырза? Қалай дегенмен? Басымдықты кімге беруге болады бірінші раундта? Бұл жекпе-жекте басымдықты 4 талантты ешкімге бере алмаймыз. Екеуі де тамаша жекпе-жек, тартысты жекпе-жек көрсетті. Десе де бір кішкене болса да Санжарға бергіміз ақ келеді ғой. Сәл бір басымдықты Санжардың қанжығасына байлағыңыз келіп тұр ғой. Бірінші раундтың қорытындысы бойынша. Яғни қараңыз, тамаша әдіс. Өзбек жауынгерінің физикалық тұрғыда поляда трактордың орнына жаңа айтқандай соқаны арқасына байлап жер жатқан көрінеді ғой. Не деген физика бұда? Сөзсіз, күш қуаты мол өзбек жауынгердің, оны айтуымыз керек. Және қалай бұл жекпе-жек дәрігерді шақырған екен. Санжар Тажиевтің бұрышы жарақат алып қалды ма? Қолын ұстап тұр дәрігер.